Достар, қайырлы күн тағы да. Бүгін марафонның екінші күніне қош келдіңіздер. Кеше айтқандай, біз сіздер барлықтарыңыз үй жұмысын істеді деп ойлаймын. Бір-екеулеріңізді көрдім, әдемі белгілегеніңізді шыққан екен, стористарыма белгілеп алдым. Достар, қараңыздар, енді кешегі мен сіздерге үй жұмысына переходтарды түсіріп бердім, 5 түрлі переход бердім, көрсеттім. Соны давайте енді біз монтажын істейік. Кеше мен сіздердің көздеріңізше осында студияда мен жасадым, запись жасадым, соны давайте монтаж жасаймыз. Монтаж жасау үшін бізге ең бастысы қандай приложение керек? Менде iPhone болғаннан кейін самый ыңғайлы приложение ол видеолип. Видеолип деп аталады. Сіздер KineMasterмен істесеңіздер болады. Android болса, немесе InShot. Немесе тағы да бір приложение бар, ол VivaCut деп аталады. Мынау үшеуі Android'та бар. Мынау үшеуі iPhone'да бар. Түсінікті ғой? То есть осылар қолдану арқылы. Менде қазір iPhone болғаннан кейін мен қазір видеолипті ашам. И видеолиппен біз сіздермен кешегі түсірген кадрларды давайте монтажын бастайық. Кетті, аштым. Плюсик батырмасын басамыз. Так, менде 5 кадр бар. 1, 2, 3, 4, 5. Добавить басамыз. Так, достар, қараңыздар. Мына жерде видеолипта бір лайфхак айтайын сіздерге. Негізінде видеолипте екі түрлі доступ бар. Яғни ол бізде тегін, екіншісі ақылы. Ол кез келген приложениеда, InShot болсын, вообще любой приложениеда. Тегін приложение, тегін версиясында осы видеолиптің үш түрлі слой қоюға болады. Слой деген ол не? Енді осы тоқталайық. Мына жерде сіздер запись экранда көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде мынау видео туры ортасынан тұр, мына жерде, қақ ортасынан тұр. Яғни бұл жерде бұл бізде бұл бірінші слой. Яғни бұл таймлиния деп аталады, таймлиния. Таймлайн дейді оны. Видеография саласында тілін айтқанда. Таймлайн. Nerede біздің кадрларымыз бар. Одан кейін келесі, мысалы мен музыка қосқым келсе, тағы да бір слой қосылады. Бұл музыка. Ал текст қойғым келсе, тағы да бір слой қосылады. Ол текст. Достар, міне бұл үш слой. Бірінші слой, екінші слой, үшінші слой. Яғни осы бұны сақтаған кезде кейін біз осыны тегін сақтауға болады. Яғни тегін версиясын қолдану арқылы осыны сақтауға болады. Егер де сіздер, предположим, тағы да бір звук қосқыңыз келсе, көппен белгілеп, сен видеолипті көп түспен белгілеп, звук, тағы да бір музыка қосқыңыз, мысалы яққа бір звук қосқыңыз келеді. Уже төртінші слой болды, көрдіңіз бе? Төртінші. Так, давайте тағы да бір таңдайын. Егер де фильтр қосқыңыз келсе, фильтр деген ол цветокоррекция, оны қазір үйретемін мына жерде. Ол уже былай кетеді. Бұл бесінші слой. Предположим, текст қосқыңыз келеді тағы да. Тағы бір текст. Неге қоямыз? Бұл алтыншы слой. Достар, міне. Как только мынау үш слойдан асып кетсе, превышение болса, бұл сіздерді мынау видео сақтау үшін сіздерге про версиясын сұрайды сіздерге. Про версия, яғни ол ақылы версиясын сұрайды. Ақылы версиясы мен өзіме ай сайын 3000 теңге төлеп тұрамын бұл приложениеға. Бірақ бұл приложение маған көп теген табыс әкеледі. Осы приложение арқылы мен өз табысымды тауып, яғни жақсы жұмыс істеп жатырмын қазір, достар. Так что мен сізге рекомендую именно ақылы версиясын сатып алыңыздар. 3000 теңге тұрады айына. Қымбат емес, зато бұл сіздерге ертең ақпарат көбейтеді, актуально шығасыздар, интересно шығасыздар, мүмкін сіздерге заказ шығып қалуы мүмкін, әртүрлі сондай заттар болады, достар. Так что 3000 теңгені аямаңыздар, өздеріңізге инвестиция істеңіздер. Так, давайте монтажды бастайық. Бағана айтқандай, міне переход, міне былай келді, төмен түсіп кетті переход. Именно бұны қай жеріміз кесуіміз керек? Бұны кесу үшін видеоға бір басамыз үстіне. Мына жақтан мында екі стрелка пайда болады, міне. Мында үшбұрыш пайда болады. Мына бір видео. Үстіне бүйтіп қолмен басқан кезде сіздерде мына жерде мынандай бір үшбұрыш пайда болады. Так, көрмей отырғанша қарамен істеп жедік қазір. Мына жерде мындай үшбұрыш пайда болады. Яғни видеоны біз екі шетін қиымыз келсе, осыдан басамызды үстіне басып, бүйтіп жылжыта береміз өзімізге керек жерге дейін.
Мына керек болмаса мына басамыз да жаза береміз. Яғни приложениеде ол былай кетеді. Мысалы маған мына бас жағы там керек болмауы мүмкін, кішкене қиямын. И аяқ жағында тоже маған керек емес, қатты аяқ жақ өйтіп қия беремін. Егер де сіздерге қақ ортасынан бір жерге кесу керек болса, мысалы сіздерге мына бөлік ұнамай қалады да, мысалы мына жер ұнамай қалады. Қазір көрсетейін. Мысалы мына бөлік ұнамай қалды. Бұл бөлікті алып тастау үшін мына жерде міне үстіне тағы да басамыз. Бүйтіп бір басқан сияқты қылып. Енді төмен жылжытсаңыздар, мына жерде разделить деген кнопка бар, міне разделить. Қайтадан үстіне басамыз, екінші жерін аламыз, керек емес жерін. Тағы да басамыз разделить. Болды. Мына бізде мына видео пайда болды. Осындай бөлік пайда болады. Осы бөліктің үстіне басамыз бір рет, ұстап аламыз да, ұстап тұрған кезде бір жарты секунд ұстасаңыздар, мына жерде картина шығады. Осыған аламыз да жібере саламыз, болды. Ешқандай қиындығы жоқ. Ұстайсыздар. Міне былай ұстайсыздар, төмен жібересіздер, кетті. Все, удалить ете саласыздар. Түсінікті ме? Енді давайте мына переходта біз қай жерін кесуіміз керек? Соны үйренейік. Жаңа мен переход істедім, былай келдім, бүйтіп істедім да, и резко төмен түсіріп жібердім. Төмен түсірген жерінде именно қол примерно осы жерге келген кезде сол жерден бастап біз қиюымыз керек. Яғни ол жерде мынандай бір смазанный болып кетеді, бүйтіп қалған жер болады қиық істеген кезде. Именно осы моментті біз сол жердің тура ортасынан кесуіміз керекпіз. Яғни приложениеде қазір көрсетемін сіздерге. Так, мынаны үлкейтуге болады байнан. Обычно сурет үлкейткен сияқты бет үлкейтуге болады осы экранмен. Қолдан сыймай жатса. Так, былай көреміз. Қалай келген, так, мына жерге келеді. Міне, қараңыз. Былай келді. Бұл жерден қимаймыз, достар. Бұл уже конечный итог. Оған дейін жерін қиямыз, ортасынан келген кезде. Примерно мына. Міне осы жерін қиямыз. Так, мына жерін кішкене алып келеміз да. Міне. Бұл бірінші кадр дайын. Енді екінші кадр. Екінші кадрда міне жоғарыдан басталып тұр. Примерно міне. Бүйтіп тұр ғой, төмен түсті ғой, міне осы жерін қиямыз. Так, сонда бізде мынандай переход пайда болады. Көрдіңіз бе? Осындай плавный болады. Тағы да еще раз. Міне. Тоғы сол сияқты үшінші жағында қиямыз. Мына жерде міне. Тоже бұрылған жері бар, солға қарай. Именно ол бұрылған жерін қиямыз. Екінші кадрда тоже солға бұрылған жері бар, оны мына жерден қиямыз. Сол кезде бізде мынандай переход пайда болады. Түсіндіңіз бе? Яғни бұл жерде фишка менен помещение ішінде болғаннан кейін барлығы бір локация болып қалды ғой. Ал сіздер осы 5 кадрды 5 түрлі локация түсірсеңіздер, и кого-то сіздер әр жерде бет перемещение болған сияқты күшті бір видео шығатын болады. Так, үшінші кадрды істейін қазір. Так, екеуі кетті. Үшіншісін істейміз. Үшіншісіне соның жағында мен қалай істедім? Так, былай келді. Жоғары көтеріп қайтадан, оны жерін қиямыз кішкене. Мына жерден қиямыз. Сіздерге бәрі көрініп тұр деп ойлаймын, достар. Так, бір көріп жібереміз. Қайтадан келеміз. Былай кетеді. Так, мына жерін қиямыз қазір. Міне. Қайтадан бір көріп тексеріп жүрейік. И ең соңғысы, бағана мен айтқандай, по диагонали төмен түсіп кетеді, болды. Төмен түскен жерін бүйтіп басыламыз. Кішкене артқа қарай. Болды. Бізде мына 20 секундтық видео пайда болды мында. 20 секунд. Так, все, қидық. Енді қиғаннан кейін бұған не керек бізге? Бұған бізге әдемі болу үшін музыка керек, және цвет әдемі болу үшін цветокоррекция керек. Цветокоррекцияны таңдау үшін мына жерде фильтр деген бар міне. Фильтрға басамыз да, мынаны созамыз. Все, мына жерде мен көбіне таңдайтын фильтрден бұл мына жерден бірінші, екіншісі. HL1, HL2. Осы екеуін бірін таңдасаңыздар әдемі шығады. Енді музыка таңдаймыз бұған. Музыканы қалай қоямыз? Ең музыканы қоятын бір самый легкий, самый такой оңай түрі ол ютубтан немесе телеграмнан жүктеп алу. Телеграмда мынандай бір бот бар. Лайбот деген бот бар. Осыған осы жерде любой музыканы көшіруге болады. Яғни бірінші бұған музыканы алып келу үшін біз, мысалы, сіз ютубтан қарайсыз. Там музыка для видео, музыка для любовного видео, там love story болсын, бір экшн видео. Музыка таңдай бересіздер. Мысалы, давайте қазір ютубқа кірейік, прямо сіздердің өздеріңізше. Так, ютубым қайда кетті менің. Ютубқа кіреміз да, жазамыз. Музыка там для шоу-рил, мысалы. Кеше мен соңғы шоу-рилді көрдіңіздер сол жерде. И таңдай береміз осы жерде любой біреуін. Предположим, маған
ұнады мысалы. Қазір загрузка болып жатыр. Мына музыка ұнады. Осыны аламыз просто. Осыны ссылкасын көшіріп аламыз. Скопировать ссылку. Телеграмға кіреміз. Так, Телеграмда Лайбот деген таңдаймыз бағанағы. И осы жерге бағана сілтемені просто ала саламыз бүйтіп. Отправить дейміз. 1 секундтан кейін бізге сразу музыканың уже аудио файл келеді. Міне де бәрі көрініп тұр деп ойлаймын. Осы аудио файлды Android болсын, iOS болсын без разницы. Сақтаймыз мұнда. То есть телефонның памятіне сақтаймыз. Қазір сақталып жатыр. Так, пока қосып қойып, загружайын дейді. Загрузка болып жатыр. Так, бірінші мысалы YouTube. YouTube'дан Лайботқа жібересіздер. Кейін Лайботтан бағанағы сіздердің приложениеға. Все, сақтаймыз. Қазір музыка ойнап тұр негізі сіздерде уже. Мына жерде естіліп тұр барлығы. Сақталсын кішкене, күте тұрайық. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Жүріп жатыр музыка. Так, сақталды деп ойлаймын, потому что күте берсек ұзақ уақыт алуы мүмкін, скоростьқа байланысты. Менде сақталған музыка бар уже. Мынандай міне. Мына сақталған музыканы аламын. То есть осы плей басасыздар музыкаға. Басқан кезде Телеграмның жоғары жағында нерде бит шығады өзінің жаңағындай плейлист шығады. Музыканы проигрыватель. Осыған басамыз да, мына жерде мына стрелка бар міне. Осы стрелка көбісі таппайды, ол мындай стрелка міне. Бүйтіп тұрған. Өйстіп тұрған стрелка болады. Осыған басамыз. Одан кейін барып, былай қарай жатқан кезде еще деген кнопка бар. Осыған басамыз. И осы жерде видеолип деген аты бар. Скопировать видеолип. Басамыз, біздің музыкамыз уже моментально мына жаққа келеді міне. Міне мына жаққа келді. Көрдіңіздер ме, достар? Міне. Музыка бір слой, мына видео екінші слой, фильтріміз үшінші слой. Вот осы үш слой бізге тегін версияны сақтауға жеткілікті болды. Егер де мен қазір текст қоссам, ол маған уже бірден ақылы версиясын сұрайтын болады. Музыканы сол сияқты кесіп тастаймыз, керек емес жерін кесе берсек болады, бүйтіп алып. Сізге музыканың қай жерін сол жерін қойсаңыздар болады. Мына жері мына бөлік маған керек емес, мен ол просто музыка үстіне басамын да, мына жерде бағанағы айтқандай разделитте басамыз и удалить саламыз болды. Все, біздің музыкамыз енді сақталды. Аны бір көріп жіберейік бүйтіп. Яғни бізде мұны 5 минуттың ішінде біз түсірдік, монтажды примерно 5 минут уақыт кетті. Все, экспорт басамызды. Мына жерде енді таңдаймыз. Бұл жерде таңдайтын кезде, достар, кеше айттым ғой сіздерге, 1080 деген формат бар. Соотношение сторон. Соны 1080-де 60-қа таңдаймыз. Сол кезде біздің видеомыз сапалы шығады, качественный болатын болады. Все. Мынандай экспорт болып жатқан уақытта, шығып кетіп, немесе былай істеудің қажеті жоқ. До конца экспорт болған күтеміз. А то, мынау деген бізде до конца ошибка болып, қате болып қалуы мүмкін. Қазір бізде экспорт болып жатыр. Так, все. Міне бізде бір видеомыз дайын, видео дайын. Кешегі айтқан StoryArt деген приложение бар ғой? StoryArt. Осы видеолепес деген приложениемізді осы StoryArtқа қояйық. Давайте бүйтіп. Мысалы, мына жеріне бір шаблон мына жерге қоямыз сол видеоны. И мына жерге өздеріңізге бұндай бір фото қойсаңыздар болады. Түсінікті ме? И осыны сторисқа уже 15 секундтық сторисқа Instagramға салсаңыздар, бағана көрсетілген хэштегпен мен тексеретін боламын, достар. Жақсы ма? Так, бүгінге, достар, осы екінші күні марафон қалай өтті? Жақсы болды деп ойлаймын негізі. Монтажды үйреніп, осы монтажды істеп, мына приложениені қосып, Шомбай онлайнды және төменде көрсетілген сілтемедегі жаңағы сілтеме деппін ғой, хэштегті белгілеу арқылы біз сіздер көретін боламыз, тексеретін боламыз, достар. Так что ертең 3-ші сабақта жолыққанша, 3-ші күнгі марафонда ол жерде біз таймлапс өтеміз және замедление, ускорение деген болады видеода. То есть, мысалы, бит видеоңыз былай кетеді, тез болады, қайтадан жай болады. Мысалы, осындай эффекттерді қалай істеу керек, соларын үйрететін боламын, достар. Так что, достар, давайте ертеңге жолыққанша сау болыңыздар.